Ал міне мынау біздің Гринев компаниясының зубный пастасы. Дастарханға жасай берейін енді. Мынадан да тұқамапты енді қазір. Сап. Бұнда, екеуін қазір тексеріп көреміз. Ой, екеуі, екі зубный пастыныңкі. Ал енді мына пеш бумага, көздеріңізше алайық. Алдық. Енді осыны екіге бөлеміз. Мынаны жағып аламыз, үстіне қойып қояйық. Екінші жартысын мынау зубный пастаның үстіне қояйық. Көрейік қазір. 2 минут тұрсын. Жағып қойдым. Енді мынаны жағып қойдым. Пастаны жағып қойдық. Қазір қайсысы қарайды, қайсысы қараймайды көреміз. Жарай ма? Мұны өздеріңіз байқап тұрған шығарсыздар. Мынаны қанша жақтық? Қанша жақтық? Әлі сол бумага сол өзінің қалпын сақтап тұр. Ал енді біздің Ерсак компаниясының енді қараңыздар, разница бар ма, жоқ па? Қараңыздар, разница бар, Мынау қарайып жатыр, Мынау әлі сары қалпын сақтап тұр десек те болады. Қазір зубный пастаны өзімен қырып тастайын. Мына. Ал көріңіздер, мына зубный пастаны өзінің аяғымен қарайық. Ал. Енді қайсысы самопал, қайсысы таза екен көріңіздер. Мынада вообще жасыл, натуральный деген белгіні білдіреді. А мынада көк. Негізі бұған еш нәрсе байланысты емес екен. Вот на лицо пример.